Құрметті көрермен, мен Республикалық физика-математика мектебінің 8-ші сынып оқушысы Мүслімхан Мәлік. Әбіш Кекілбайұлы шабыт. Жанында жарқыраған жанса да үміт, жыр төкпей тұрады ақын антарылып. Шабыттың шапшып тұрған шәлке саты, көңілдің қазығында қантарылып. Қашаннан ақын ғажат дамыл-дамақ, ол ылғи өрт боп тұтап жалындамақ. Жанында бұлттай бұрқап, үйіз қан ой, күн сайын, сағат сайын қалындамақ. Сол бір ой дерт боп жайлап қалындап, ақынның жүргізбесе жанын қамап. Өлеңнің ақ құйынын артына ертіп, шабыттың жаңқан аты арындамақ. Сонда алдан ақпан үріп, жел кимелеп, көзіне жас үмелеп өлтіл демек. Кеуденің күмбірлеген кейін отауы, сенселіп туырлығы желбіл демек. Дүрлікпек оларға енді жатыс бар ма? Сырлы сөз, бояу тенеу нақыштарда, жездесін қарсы алатын балдыздардай, сыланып шыға келмек атыстауға.